Арман біз тікелей эфирдеміз. Студияда Ғасырбек Төлеген. Бүгінгі қоғам сөзінің тақырыбы электр энергиясы, жалпы жарық мәселесі төңірегінде болмақ. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімінің өкілі Хамзаев Жасұлан, кешір, қош келдіңіз. Және Атырау жарық акционерлік қоғамы қалалық электр жүйесі мекемесінің бас инженер орынбасары Рысбаев Әлімжан Серікұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, осы тақырыпқа сәйкес сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон номеріне немесе 800-252-9801 WhatsApp әлеуметтік желісіне өздеріңіздің жазбаша сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Эфир барысында міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Алғашқы сұрақ қойсын, бірден көрермендерге түсінікті болсын. Атырау жарық акционерлік қоғамы жалпы қандай электр желілеріне сіздердің құзыреттеріңізге тиесілі? Сіздер қандай электр желісіне, қай жерде орналасқан электр желісіне жауап бересіздер? Қайырлы кеш, Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтары. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы Атырау жарық акционерлік қоғамының негізгі функциясы Атырау қаласы мен облыс аумағына электр энергиясын беру болып табылады. Жалпы қамтамасыз ету болып табылады. Жалпы енді осы 2023 жылдың бірінші қаңтарының жағдайы бойынша Атырау жарық қалалық электр жүйелерінің теңгерінде 10 киловольт әуе электр желісінің 391-де 356 шақырым құрайды. 10 киловольт әуе электр желісі. 6 киловольт әуе электр желісі бойынша ол 203-те 605 шақырымды құрайды. 0,14 киловольт әуе электр желісі бойынша 526,111 шақырымды құрайды. Атырау қаласы бойынша. Оны біз айтып отқан себебіміз, аталған әуе электр желісі дегеніміз, Атырау қаласының тұрғындарының сенімді электр энергиясымен қамтамасыз ету мақсатында осындай желілер арқылы тұтынушыға электр жарығы беріледі. Әуе электр дегеніміз түсінікті болсын, соқалармен барады. Соқалармен әуе электр желісі өтеді, ауамен баратында. Енді Атырау халық электр желісі мекемесі тарапынан бізде тұтынушы тарапына жерасты кабельдері де бар біздің халық электр желісі мекемесінің теңгерінде. Оны айтып кететін болсақ, бізде 10 киловольт жерасты кабельдерінің 118-де 266 шақырымды құрайды. Ол 6 киловольтте бізде 60-та 481 шақырым. 0,14 киловольтте 84-те 932 шақырымды құрайды. Жалпы осы тұтынушыларға бізде сонда әуе электр желісімен және де жерасты кабельмен де тұтынушыны қамтамасыз етіп отырмыз. Екі тараптан да, екі бағытта бар. Түсінікті жалпы. Осы акционерлік қоғамға тиесілі жарық жүйесі қалай тұрақтандырылған, қандай қызметтер атқарылып жатыр, жоспарлы түрде қандай жұмыстар жыл сайын жасалады, істеледі, таныстырып өтсеңіз. Жалпы Атырау жарық акционерлік қоғамында бізден Атырау қаласы бойынша электр энергиясын беру біз Атырау жарық акционерлік қоғамынан бөлек темір жол мекемесі дейтін бар, ЭЧ4 дейміз. Бізден бөлек сосын қалалық әкімдік, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инспекция бөлімі бар. Біздермен қосқанда. Жалпы енді біз өзіміздің мекемеміздің желімізге келетін болсақ, бізде өзімен тиесілі жұмысымызда өзіміздің многолетний көп жылдық жоспарымыз бар. Жоспарлап қойған. Соған сәйкес жыл сайын өзіміз кесе жоспарымыз бар, жыл сайын жұмыстардың бәрі атқарылып тұрады. Жалпы. Оның ішінен атап айтып кететін болсақ, біз енді күрделі жөндеу дейді, капремонт жұмысымыз бар, өзіміздің бағытталған. Күрделі жұмыстар жыл сайын? Жыл сайын. Күрделі жөндеу жұмыстары мысалы бұрынғы негізіңіз ауқымы кең, мысалы бір жылда бәрін бітіріп үлгере алмайсыздар ғой? Иә. Мысалы күрделі жөндеу жоспарына мысалы бір жылға бізде әуе электр желіні айтып кететін болсақ, мысалда оқшауланған алюминий провод дейді ғой, сол алюминий проводты СИП маркалы проводына, заманауи қазіргі СИП проводына ауыстыру, мысалы сондай жұмыстар кіреді күрделі жөндеу жұмысына. Біз енді бір жылға сондай 12 трансформатор пункттан шығатын желіні ауыстырамыз. Бір жылға, каждый жылға 12. Шамамен қанша шақырым құрайды жалпы? Орташа есеппен есептесек. Так, енді бізде орташа есеппен есептегенде бізде 6-10 киловольт әуе электр желісін айтып беретін болсақ, жалпы общий көлемі 39-2 километр бір жылдық. Оның енді қазіргі таңда айтып кететін болсақ, енді бізде бүгінгі күнге дейін оның мысалы 6-10 киловольт желісінің бүгінгі күнге 28,26 шақырымы жасалды бүгінгі күнге дейін. Ол 6-10 киловольт дейміз, жоғарғы кернеулі желісі. 0,14 киловольт желісі дегеніміз ол уже тұтынушыларға үйлердің алдына келетін желі.
оны бүгінге қарапайым жаңа үйлеріне келетін. Үйлеріне келетін желісі осы бір жылға бізде общий несі көлемі 40 бүтін мыңнан 20 километр жалпы общий несі. Бірақ бүгінгі күнге дейін оның 21 бүтін 142 шақырымын аяқтап қойдық. Бірақ жұмыстар ары қарай жалғасуда. Жыл соңына дейін бітіреміз. Көрермендерден мынандай бір сұрақтар туындайды. Неге қаланың әр бөлігінде жөндеу жұмыстары істеледі деп? Ол мысалы сіздер бір жылға тек қана бір ықшам ауданды ғана алып, соны ауыстырмайсыздар. Тек қана жаңа тозған, істен шығу мүмкін көшелерді немесе ықшам аудандарды таңдап, тек сол жерде жүргізесіздер ме жұмыстарды? Бізде бағана айтып кеттім бұл сөзім барысында, бізде многолетний көп жылдық график дейтін бар, 5 жылдық. Сол жаңа көп жылдық жоспарларыңыз тек қана жаңа тозған жерлерге соны уақыт өте келе оны жоспардан жыл сайын ауыстырып тұрамыз. Жұмыстар атқарылады. Түсінікті, рахмет. Жасұлан мырза, әкімшілік тараптан осы жаңа жарық жүйесі бойынша қандай жүйелі жұмыстар атқарылуда? Жоспарда қандай жұмыстар бар? Қайырлы кеш, Ғасырбек. Мына жерде қала әкімдігі тарапынан 2021 жылы біздер 50 трансформатор сатып алып, Атыржарық акционерлік қоғамымен бірлесе отырып, аны трансформатор қондырдық. Қаланың әрбір жерлеріне 21 жылы 50 трансформатор қондырдық. Мана олар тұрғындардың шағымы келді. Сосын мана кей жерлерге электр көзі дұрыс жетіспеуі, сол жерде кемшіліктер болды. Сол жерде 50 трансформатор қондырдық біздер. Ал енді биылғы жылы 30 трансформатор көзделіп отыр, жылдың аяғына дейін. Қазіргі уақытта Самал ықшам ауданына 2 трансформатор қондырдық. Тағы да бір осы алдағы 2-3 ай мезгілінде жыл соңына дейін тоже 3 трансформатор қондырдық. Сонда біздер Самал ықшам ауданына біздер тоқтай бана сұрағы жабылады. Самал ауданына тиесілі сұрақтар жабылады. Иә. Электр желісі дұрыс берілуі шешіледі деп. Сондай жоспарға келіп отыр. Ол мақсатта біз Атыржарық акционерлік қоғаммен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Сонда трансформатор орнатамыз. Орнатқаннан кейін жерлер бөлеміз. Сонда бөлгеннен кейін дұрыс 220 вольт бару керек па, сол 220 вольт барады ол кісілерге. Сонымен қатар біздің әкімдік тарапынан биылғы жылы жобалық сметалық құжаттамасы жасақталып жатыр. Қаланың оң жақ, сол жақ бетіне жер асты кабельдері дейміз, бізде 10 киловатт. Солардың бәрін ауыстырамыз. Ескі көбіні біздері уже 20 жыл болды. Сол уже ескерді. Біз енді жерімізде кішкене бір тұздылау негізі. Сол кабельдердің бәрі тозығы жетіп отыр. Жайлап енді ауыстырамыз. Әр қайсысы 40 километрден болады. Сонда біз ол подстанциядан шығып, трансформатор баратын жерлер. Сонда біз ауысқаннан кейін халықтың сұрағы бәрі жабылады деп ойлаймыз. Сол мәселе шешіледі деген. Биылғы жылы тек қана жобалық сметалық құжаттама жасақталады. Сосын ары қарай уже құныз шыққаннан кейін ары қарай қаражат көзі қаралғаннан кейін ғой барлығы. Мәселе шешілгеннен кейін жалпы мәселе жабылады деген. Әлімжан мырза айтып өтті, бізде көп жылдық жоспарымыз бар, сол жоспар арқылы белгілі бір жұмыстар істеледі деп. Сіздерде жалпы қандай осы көп жылдық жоспар бар? Көбінесе қандай бағытта құрастырылған сіздердің жоспарларыңыз? Біздің жоспарымыз қала әкімдік тарапынан біздер теңгерімізде 428 КТП-міз бар, сосын бір подстанциямыз бар, 28 РП-міз бар біздер. Распределительный подстанция дейміз ол біздер. Солардың барлығын біздер жыл басынан бері келісім шарт негізінде Атыржарық акционерлік қоғамы соларға күтіп ұстау, кабельдер жанып кеткен жерлерді ауыстыру, сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Енді біздің жоспарымыз негізгі ол жаңа құрылыс бекетін салады, сосын біздің ЖКХ-ға береді теңгерімізге. Содан ары қарай біз жылы басынан тендер ойнатамыз. Тендер ойнатқаннан кім ұтады, сол кісі күтіп ұстау бәрін жұмысты атқарады. Түсінікті. Рахмет. Әлімжан мырза, көрерменнен жиі келетін арыз шағымдар көбінесе Самал ықшам ауданы, жұмыскер ықшам аудандарынан келіп жатады. Бұл ықшам аудандарда қандай мәселе болып жатыр, ол мәселе қалай шешіліп жатыр қазіргі таңда? Қандай арыз шағыммен жиі сіздерге келіп түседі? Біз енді қазір қалалық әкімдік тарапынан ашылған 109 байланыс орталығы дейтін бар, телеграм чат дейтін бар. Оның сонда бүкіл Атырау қаласының тұрғындары бәрі тіркелген. Біз енді көп шағымдар түсетін, бізде қазіргі уақытта микрорайон Самал 2. Микрорайон Самал 2-міз бар, микрорайон жұмыскер 1-міз бар. Жұмыскер 1-ден атап айтып кететін болсақ, Кемешілер, Мерген көшесі, Исаева көшесі,
соның тұрғындары электр көзінің төменіне шағымдар бар. Осы шағымдарды ескере отырып, осы әріптесім айтып кетті, 30 КТП деп отыр ғой, биылға қойылатын. КТП деген толықтырып түсіндіріңіз. Кешенді трансформаторлық станция. Оның атқаратын қызметі? Оның атқаратын қызметі, мысалы 10 киловольт әуе электр желісі келеді. Содан төмендетіп, тұтынушыларға үйлеріне 220-380 вольттер таратады. Жұмыс атқаратын сол. Енді сол көп шағымдарды Самал 2-ден, жұмыскерден бар бізде. Сосын жаңа талап жақтардан бар шағымдар тұтынушылардың. Сонда қандай шағым сонда? Светтің өшіп қалуы. Өшуі? Апатты өшуі ғой. Апатты өшіп қалады. Енді мен каждыйына тоқталып кететін болсам, мысалы микрорайон жұмыскерді алатын болсақ, жұмыскер жүйесіне енді кезінде тұрғындардың өздерінің тараптарынан тұрғызған линия, самострой деп айтамыз ғой. Соның өзінің өткізу несіне жетпейді, сеченесіне проводтары, соған күн ыстық уақыттарда тоқ көзі түсіп кетеді. Осыны енді ескере отырып, халық әкімдік тарапымен бірлесіп, басына барып, зерделеп, қазіргі әріптесім айтып кеткен бір мәселенің шыққан жерін анықтап, бұйырса осы шешілу бағыты қосымша трансформатор орнатылады бұйырса. Сол орнатылғаннан кейін бағанағыдай сол желден желдер бөліп, сол кезде электр қуатының өлшемі дұрысталады. Сонда мен түсінгенім бойынша, яғни сол жерде толық жаңадан қуаттылығы 630 ква болады. Жөндеу жұмыстар жасалады, істеледі деген сөз ғой мысалы? Жасалады. Жаңадан қуаттылығы 630 ква трансформатор түседі. Содан СИП дейтін кабель бар. Самоучущий изолированный провод дейді, заманауи қазір шығып жатқан. Сол бойынша желілері тартылып бөлінеді. Енді жаңа талап, мысалы жаңа талап бар, Ақжар 2 бар, Ақсай 2 микрорайондар бар бізде. Мысалы Жұлдыз дейтін бар, Жұлдыз 1, 2, 3 дейтін бар. Соларда да атап айтып кететін болсақ, телеграм чат дейміз ғой, соған көптеген шағымдар жалпы түсіп жатыр. Ол түсетін себебі, мысалы, Жұлдыз алып кетейік, мысалы, Жұлдыз микрорайон алып кететін болсақ. Жалпы бұл мәселелердің барлығының жинақталу себебін айтып өтеміз, мысалы, ол кезінде ол жерде аз үй болып қалды, қазір үйлердің саны көбейіп кеткеннен кейін ток жетпей қалып жатыр деп айтуға болады. Жоқ, олай емес. Ол жерде кезінде жоба жасақталады ғой. Жоба жасақталғаннан кейін бізде енді архитектура несінен жерлер, учаскелер бөлінеді. Ол жерде сосын есебімен РП тарату станциясы қойылады, сосын ары қарай трансформаторный пункттер қойылады ғой жалпы. Бірақ енді мен айтайын дегенім, апатты өшу себептері, мен айтып кеткен мөлтек аудандардан айтып кеттім ғой. Соларда біз енді тарату станциясы дейміз ғой, 10 киловольт тарату станциясы бар. Мысалы, Жұлдызды алсақ, РП-31-ді алсақ, РП-31 тарату станциясы дейтін бар, мысалы. Соған жерасты кабель келеді АСБ маркалы жерасты кабель келеді. Сол енді біздің Атырау қаласының жері тұзды болуына байланысты АСБ маркалы кабельдердің үстіне қосылғандарының 20 жылдан асып кетті бағаранғы есеп бойынша. Сол кабельдер жиі істен шығады. Сол кабель жиі істен шыққаннан кейін апатты өшіруге орын алады. Енді осыны халық осының бәрін ескере отырып, жалғыз Жұлдыз микрорайон емес, осы Атырау қаласы бойынша Нұрсая микрорайоны бар, Самал 2 бар, Жұмыскер бар, Еркінқала 2 бар, Жаңа Талап 2 бар, мысалы Жұлдыз 1, 2, 3 дейтін бар, Ақсай, Ақжар 2 бар. Соларға тарату станцияларының АСБ маркалы кабельдерін шитый полиэтилен дейміз, ЦПЕ кабелі, қазіргі заманауи шыққан кабель, лотокпен сондай жоба халық әкімдік тарапынан сондай жоба жасалып жатыр. Атырау қаласының оң жақ және сол жақ бөлігіне. Сонда бұйырса сол жұмысты іске асыратын болса, апатты өшірулердің несі азаяды. Шағымдар азаяды бізде. Жалпы апатты өшірудің себебі жерасты кабелінің қайта істен шығу болып тұр біздерде. Содан апатты өшірулер орын алып тұрған. Жаңадан мөлтек аудандар бойынша айтып бермеймін. Көрерменіміздің сұрақтарын біз жинағанбыз, жалпы хабарда бастамастан бұрын дайындалып, Ақсайда кіріс 150 деп бір көрермен сұраған. Ақсайда кіріс 150, стабилизация көмектесіп жатыр. Мен Атырау жарыққа жаздым, олар ЖКХ-ға жіберді, ЖКХ Ақсай ауылдық әкімшілікке жіберді. Осылай жүргеніме 6 жыл болды дейді. Ақсай ауылдық. Ақсай 1 дейтін бізде елді мекен бар. Ақсай елді мекенде Ақсай елді мекен тұрғындарда мен айтып кеткендей, тұрғындардың өздері тараптарынан тұрғызылған желі ол жерде. Кезінде тұрғызған самострой айтамыз ғой. Ол жерден Ақсай 1-де бізде мен атап айтып кететін болсам, ол жерде Тайбан көшесі бар, Достықтың 3 көшесі бар, сосын проезд 30 дейтін көшелер бар ол жерде. Сол жерге біздер осы шағымдар түсті, соны халық әкімдік тарапымен жерлеу жұмыстарын жүргізіп,
сол банағы биылғы қоятын трансформатордың қосымша 630 кW трансформатор қоямыз дедік қой, әкімдік тарапымен бірлесіп, сол тізімге тіркелген бана Ақсай мөлтек ауданының атап өткен көшелердің бәрі. Сол трансформатор қойылғаннан кейін банағы шағымдардың бәрі азаяды. Бұл трансформаторлардың барлығы шамамен қай уақытқа дейін қойылуы мүмкін? Жалпы енді осы атап өтетін сезонға дейін деп тұрып бұйырса. Біз енді қазір атап өтіп кететін болсақ, жалпы енді 30 трансформатор оны бекітілген. 30 трансформатор соның ішінде биылға бана 10 КТП-сына бастап қойын деп отырмыз, бірлесіп әкімдікпен. Бана 10 КТП-ның ішінде сол бірінші очередінде бана сол сіз айтып кеткен Ақсай мөлтек ауданы бар. Содан бастап қоямыз. Содан кейін уже самалмен жайлап қоя береміз ары қарай. Түсінікті. Көрермендердің сұрақтарына толыққанды жауап берейік. Бұл қайталама сұрақтар да болуы мүмкін, бірақ көрерменге түсінікті болу үшін жауап беруге тырыссақ. Тасқалада осындай проблема, кондиционердің конденсаты жасамай қалады, электр үнемдейтін лампочкалар күйіп кетеді, қыста олар күймейтін 5-6 айға дейін дейді. Тасқала дегенде, Тасқала бізде үлкен ғой, қай нақты айтпаған ба екен? Жоқ, нақты айтылмаған, жалпы Тасқала деп жазған екен. Жалпы Тасқала бізден Алғабас 1 дейтін бар ғой, баяғы бірінші ауыл салынған. Сол бойынша жалпы ол жерде мен биылға айтып кететін болсам, бізде Ұлан, Кеңес, Ұлан көшелер дейтін бар. Сол жерде қала әкімдігі жыл сайын тұрғындармен кездеседі ғой. Осы биылға кездескенде сол Ұлан көшесінен, Кеңес көшелерінен шағымдар түскен, электр көзінің аз жөнінде. Сол шағымдарды ескере отырып, халық әкімдік бөлім мамандармен бірлесіп, сол жерге жиналыс біткеннен барып, тексеру жұмыстан жүргіздік. Ол жерде тексеру жұмыстан жүргізгенде банағы нөмірі 68-2 дейтін Атырау жаққа сенің қоғам теңгердің трансформаторлық станциясы бар. Содан шығатын желі екені анықталды. Жеделеп келгенде бана айтап өткен көшенің 2 көшесі самострой болып шықты. Бана самострой тұтынушылардың өздерінің тараптарынан ағаш бағана қойған, сосын банағы мысалы Ұлан көшесі ме, Ұлан көшесіне мысалы енді Ұлан көшесі оғымен 2 жағы көшенің, 2 жағында үйлер бар. Соның бір жағымен кезінде бана бір фазы дейміз, бір фазын тартып, сол жерден 15 үйім екен, сонда қосылған. Жалпы ол өздеріне тартуға бола ма? Енді кезінде жалпы енді әкімдік тарапынан жер берілгенде жалпы енді линиясы бәрі тартылып тұру керек қой, үкімет тарапынан. Сол кезден тартылмағандықтан тұтынушы өздерінің тараптарынан тартып алған ғой. Свет керек болғаннан кейін. Соң енді ол кездерде енді банағы кондиционерлер дейді, қазіргі уақытта кондиционер заманауи уақытта енді бір үйде қазір есептегенде где-то 3-2-3 кондерден болады мысалы. Банағы 3-2-3 кондерді қосқанда банағы тұтынушы тарапынан тартылған желінің сеченісі сәйкес келмейді. Сол себептен банағы тоқ күйінуі түсіп кетеді. Соған шағымдар. Енді осыны қорытындылап кете, осыны ескере отырып, халық әкімдік, халық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің кепілді хатына сәйкес осы биыл сол жұмыстарды атқарып, Атырау жақ тарапынан, акционерлік қоғам тарапынан атқарып, жаңадан сип деп едік қой, жаңадан опорларын қойып, сип нелерін тартып, банағы сондай жұмыстар атқарылды. Қазір таңға дейін сондай жұмыстар атқарылды. Жақсы болды. Жасыл мырза, жалпы айтып қалып жатырық, жаңа өздігінен ток тартқан, сондықтан осындай мәселелер туындады деп, қазіргі таңда әкімшілік тараптан қандай ықшам аудандарға немесе қандай жаңа жерлерге сіздер ток жүйесін жүргізіп жатсыздар? Біздер енді ол жерде біз жаңадан жер беретін болсақ, біздер ол жер бірінші біздер барлық инфраструктура құрылысын жүргіземіз. Жүргізгеннен кейін ғана біздер тек қана жер беріледі. Кезең-кезеңмен жер беріледі. Поочередно дейді ғой біздер акимат. Біздер оған дейін бізде электр жерлері, су жүйесі, газ жүйесі тартылмаса, біз жер бермейміз ол жерлерге. Сіздер әмжан айтып отқан жерлері, ол көбінесе бабақша қоғамдық орындары бар, мүмкін сол жерлері бар. Сол жерлер олар негізі сезонный алу керек. Олар апрельдің 15-нен бастап, октябрь 15-іне негізгі электр жерлері алу керек. Бірақ олар қалай деп отыр, уже тұрақты сонда тұрып келеді. Тұрып кеткесін, тоқ көзі бәрі соны есептелмегенде оған трансформаторлардың бәрі. Сосын уже әлмен айтқандай, бір үйде 3 кондиционер болады, бір орында. Сол көтермейді олардың барлығы да. Сол барлық осы проблема осылардан шығады ол. Жалпы тұрғындар сіздерге көбінесе қандай мәселемен, қандай арыз шағыммен келіп жатады сіздерге? Біздер арыз шағыммен келіп жатқанда біздерге болады ғой, мысалы сіздерге де келіп
жарық жүйесі бойынша шағымданатын тұрғындар. Жарық жүйесі болып кетеді. Олар мүмкін ол өзінің кесірінен сондай шағым туындап тұрған шығар, сіз айтып өтсеңіз. Мана айтып отқандай, көбінесе көтеріп жатқан сұрақтар бау-бақшаның орындары. Садоводшы дейміз біздер. Садоводшы кіріп бірінмен кісін үйін салып алады. Соларға уже постоянно тұрақты түрде тұрады. Содан кейін уже оған бізге айтады, бізге электр желісін жүргізіп беріңдер. Біз оған электр желісі мүмкіндік болмайды біздерге. Бау-бақшаларға біздерге ондай қаражат көзделіп қаралмаған. Жалпы жоспарда жоқ деп. Жоспарда жоқ ондай. Біздер енді барынша біз әкімшілік тарапынан. Бұл бір кейінгі мәселелермен туындаған сұрақ. Әкімшілік тараптан барынша біздер банаға трансформатор орнатып, оларға көмектесіп жатырмық біздер. Көбінесе әкімшілік тараптан біз ол сұрақтардың бәрі көбінесе жауға тырысамыз. Түсінікті. Әлімжан мырза, көрерменнен осындай бір сұрақ болды. Хабар дайындар барысында жарық өшер уақытта хабарландыруды біз көрмей жатамыз. Бұрын есігіміздің алдына ілініп әкеліп жататын еді. Қазіргі уақытта ондай хабарлануды көрмей жөндеу жұмыстары жасалып кетеді дейді. Толыққанды айтып өтсеңіз. Қалай хабарландыру бересіздер, қалай жарияланады? Біз енді қазіргі уақытта халық әкімдік тарапымен 109 байланыс орталығы дейтін бар. Сода біздер 3 күн бұрын, мысалы өзіміздің Атырау жақ акционерлік қоғам теңгерімдегі желіде де мысалы жөндеу жұмыстарын атқаратын болсақ, және де халық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің желісінде мысалы жұмыстар атқаратын болсақ, апат жұмыстар атқаратын болсақ, 3 күн бұрын ескерту береміз. Ол ескертуді беретініміз бізде 109 байланыс орталығында өзіміздің олардың өкілдері бар, біздің өкіліміздеріміз бар. Соларға почта арқылы несін береміз, алдын ала өшетін мекенжайлардың, тұрғын мекенжайлардың уақытымен, көшелерімен нақтылап береміз. Кейін туындаған мәселе бойынша да сол 109 номермен, телеграм боттармен шағымдану болады. Мысалы былай ғой, мысалы кейбір адам телефон қарамайды, мысалы телефон қарамайды. Сол кездерде мысалы бізде іште диспетчерлік пункт бар, мысалы соғанда тұрғындар телефон соғады. Сол кезде біздер айтамыз. Онда уже телефонмен айтамыз. Бізде өзіміз операторымыз бар іште, диспетчер орталықта. Солар уже телефонмен айтады. Мандай уақыт мекенжайларда күрделі жөндеу жұмыстары атқарылып жатыр деп. Түсінікті. Ескі аэропорт, осындай сұрақ келген, ескі аэропортта тура осындай жағдай, бір өшеді, бір жанады дейді. Ол жақта қандай мәселе туындауы мүмкін? Ескі аэропорт мөлтек ауданында ма? Жалпы енді ескі аэропорт мөлтек ауданын айтып кететін болсақ, ескі аэропорт мөлтек ауданы бізде жалпы 146-шы әуе электр желісі дейтін бар. 12-ші қосалқы станциядан шығатын шамамен ұзындығы где-то бір 14 шақырымдай болады ұзындығы. Сол желі арқылы старый аэропорт жақ беті, Алиев Құрманғазы дейміз. Сол жақ мөлтек аудандарда тұрғындарды электр жарығымен қамтамасыз ететін желі 10 киловольттік. Жалпы сол 10 киловольттік әуе электр желісінің бойында мысалы жеке тұтынушы Атырау жақ акционерлік қоғамының теңгерімдегі мысалы ол желіде 7 трансформатор бар. Мысалы 7 трансформатор бар. Халық әкімдік теңгерімде 10 трансформатордай бар. Қалғаны мысалы общий ол желіде где-то 70 шақты трансформатор жалпы жаланған негізі ол желіге. Соның ішінде бөліп кететін болсақ, жетеуі Атырау жақтікі акционерлік қоғам теңгерімде, қалғаны мысалы 10-ы халық әкімдік теңгерімде, қалғаны мысалы нелері, олна жеке заңды тұлғалар дейміз ғой. Мысалы мейрамханалар бар, автомойка дейміз, жеке шағын бизнестер бар. Солардың жеке кешен трансформаторлық станциялар жаланған сол желіге бірге. Мысалы бізде мысалы тұрғындардан көбінесе түсіп жатқан шағымдар жерделеп келгенде, мысалы апат көшірудің бізде мысалы осы жеке заңды тұлға теңгерімдегі трансформаторлық станциялардың анықталып жатыр бүгінгі таңда. Мысалы сол бір трансформаторда мысалы апатты көшіру орын алады. Сол апатты көшіру алғанда бізде главный подстанциядан шығады, сол шығып тұрған желіден релелік автоматика дейтін бар, бізде защита. Сол іске қосылады да бүкіл желіні өшітпейді. Сол кезде оның ішінде тұтынушыларды өшіп қалады. Сосын тұтынушылар өшіп қалады. Содан линияны қосып қарайды. Қосамыз линияны. Мысалы линиялар қосылмайды. Мысалы қосылмай қалады. Сол уақытта бізде уже өзіміздің оперативный схемамыз бар. Сол арқылы жұмыс істегенде соған құрттай уақытымыз кетіп қалады. Жалпы енді апатты көшірудің себебі осы жеке заңды тұлғалар теңгерімдегі кешен трансформаторлардың уақытылы ревизия дейміз ғой.
тексерілмеу. Тексеру жұмыстары атқарылмайды. Содан болып тұр. Бұл жалпы заңсыз әрекет пе негізі? Жалпы енді осы уақытта жауапкершілікке тартыла ма бұл азамат? Жалпы енді осы уақытта айтып кететін болсам, осы уақытпен қоса заңсыз әрекеттер туралы бір айтып өтесіз ғой, электр энергиясын. Жалпы енді бізде технический обслуживание дейтін бар. Мысалы, любой жеке заңды тұлға, мысалы, жыл сайын өзінің трансформаторлық станциясына ревизия жұмыстарын атқарып тұру керек. Бізде енді тұтынушы атқарылмайды ғой. Жалпы тұтынушылар тарапынан олар технический обслуживание дейді. Мысалы, атырау жақ акционерлік қоғамымен және лицензиясы бар мекемелер бар, бізде атырау жақтан басқа да. Солармен де техникалық шартқа отыруға болады. Жалпы мүмкіндіктер бар. Осы турада айтып кететін болсақ, қалалық әкімдік тарапымен осындай шағымдар түскеннен кейін қалалық Атырау қаласы әкімі тарапымен және біздің Атырау жақ акционерлік қоғамы президент тарапымен екі ортада өкімге қол қойылып, бүгінгі таңда біздер мысалы желіні айтып кететін болсақ, сол желінің бойына біздер осмотр жасап отырмыз. Өзіміздің бригадамызбен жедел жұмыстарын жүргізіп, бағанағыдай жеке заңды тұлға кешен трансформаторлық станциялар бар ғой. Былайша айтқанда жеке кәсіпкерлер ғой. Жеке кәсіпкерлер солардан мысалы ақау анықталатын болса, сол жерден нұсқаулама дейді, предписание. Соны толтырып, 30 күндік уақытын беріп, сондай жұмыстар атқарылып жатыр жалпы осы бағытта. Біз енді жалпы старый аэропортта емес, негізінде қаланың ішінде де осындай апатты өшірулер орын алады жалпы. Осы апатты өшірулер орын алу себебі жалпы осыған келіп, жедеулеп келгенде осыған есеп тұр. Жалпы осы старый аэропорт емес, мысалы қала бойынша деп айтуға. Томарлы микрорайон бар, Томарлы дейтін бар мысалы бізде. Сол микрорайондарда осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Куйлыкин бар, Ширина дейтін бар бізде. Көп қой мультигаудандар. Солардың бәрін осы бірлесіп жұмыстар атқарылып, нұсқаулама беріліп, осы сұрағымен сондай тексеру жұмыстары атқарылып жатыр жалпы. Қазірден дейсіз. Түсінікті, рахмет. Көрермен сұрақ келіпті. Саламатсыз, Ақтөбе проезд Қамысты көшесінің тұрғындарымыз біздің көшеге бір жыл бұрын металлист опера орналасып кетті, бірақ тобын жүргізбей отыр. Сұрақ күзге дейін линия салынады ма екен нақты дейді. Атырау электр энергиясы өте ескі линиясымен отыр, ыстықта кондер, холодильниктер өше береді дейді. Тұрмыздан келген сұрақ екен. Жалпы енді бұл мөлтек-аудан бойынша жалпы ол жерде әуе электр желісі айтып кеттім ғой. Атырау қаласы бойынша темір жол, Қазақстан темір жол H4 дейтін мекеме бар ғой. Сіз басыңыз айтып өткенсіз. Бана сол айтайын дегенім, сол осы сіз айтып тұрған мөлтек-ауданның несі, сол H4 мекемесінің желісі арқылы қамтамасыз етілген жалпы. Бұл сіздердің жаңағыдай құзыретіңізге жалпы жатпайды. Тұрғынымыз нақтылап жазған екен де Атырау жарық тобын жүргізбей отыр деп. Жалпы енді атап айтып кететін болсақ, енді қалалық әкімдік тарапымен биыл жоспар жасақталып жатыр. Банағы осы H4 мекемесінің желісін жаңғыртуға. Осы Атырау қаласы бойынша түгелдей жалпы. Түгелдей осы неге сол проекттер жасалғаннан кейін бар, уже тұрғындарда шағымдар уже азаяды. Бағана енді темір бағана деп тұрғаны, темір бағана деп тұрғаны, ол дейтін түнгі көше жарығы дейміз ғой. Ол соны айтып тұр. Енді оны әріптесім жауап беріп кететін бар. Ол қазір біздер ГЧП дейміз ғой. Государственный жекеменшік мемлекеттік әріптестер сол арқылы жүріп жатыр қазір түнгі жарық шамдары. Осы қазір 5-ші этапта жүр. Қазір батыс транзит дейтін мекеме қазір осы жылдың соңына дейін осыларды қосады. Берсе қосамыз деп ойымызда бар. Жоспарда бар дегеніміз. Шамамен қай уақытта айта аламыз? Жылдың соңына дейін деп жоспарлап отырмыз. Түсінікті. Тағы да келіп түскен сұрақ бар екен. Самал ықшам ауданы 12-ші көшенің тұрғынымын. Бізде электр энергиясы жылдам артып кетеді. Орысша жазып, қазақша аудара берейін. Сол мәселе. Біз неге жауап беріп өткенбіз, бірақ тұрғын қарап отырғаннан кейін жауап беріп өтсек. Айтып өткенде 30 биылғы жылы 30 трансформатор қоямыз деп жоспарда бар ғой, жылдың соңына дейін. Сол бізді жылдың басында, осы жылдың басында бізде 2 трансформатор қойдық ол жерге. Проездный көшелері бар. Алдыңғы жылы қойдық, Осы жылы қойдық. Осы жылы қойдық. Проезд 8 дейтін көшелер. Ендігісі біздер тағы да 23-ші көше бар. Сол 3 трансформатор қоямыз. 3 трансформатор қойғаннан кейін бұл уже айтып тұр ғой, бөліп тастаймыз. Трансформатор бөліп тастағаннан кейін уже мыналардың напряжениелері бәрі жақсы болады. Қалыпқа келеді. Түсінікті. Барап отқанда 220, сол 220 алып отырады. Ол бірақ жұмыс жоспары жылдың соңына дейін. Жыл соңына дейін. Халықтар да соны ескерсін деп айтамын. Түсініктімен қарасын деп. Оның барлығы дейтін үлкен жұмыстар. Бір жерде қазір біздер ыстық уақытта қазір біздер жоғары көлемді өшіретін болсақ, басқа кісілерден де тұрғындардан не келеді? Арыз шағымдар келеді.
сол кішкене басқа жерге бір әсер етуі мүмкін. иә, басқа жерлерге әсер етуі мүмкін. сол біз кішкене бір салқын уақыт күтеміз ғой, бір сентябрь айларында, қыркүйек айларында күтеміз ғой. сол уақытта біз жайлап бастаймыз жұмыстарды. Түсінікті. Көрерменіміз айтып өтті, жаңа мен осы мәселе бойынша кімге арызданамын енді деп, Ақтөбеден жазған көрерменіміз. Ақтөбеден енді бана айтып кеткені, ол бана бағана жөндетіп тұрған бар, темір бағана жөндемекен. Енді темір бағана жөнінде мен ол кісіге телефон нөмірі қалса, мен ол кісіге жеке өзіне шығайын, сол түсіндіріп айтайын. Түсінікті. Ал жалпы жаңа токтар линиясы ескі деген сияқты, ол сұрақтармен кімге шағымданады? Ол сұрақтармен енді сізге айтып өтті ғой, ЕЧ4 деген мекеме. Негізі қазіргі уақытта енді сол кісілердің теңгерінде ғой. Сол кісілерге енді жеке линия болғасын, сол кісілердің өздеріне хабарласады. Былайша айтқанда сіздердің құзыреттіңіз. Жалпы енді қосылып кететін болсам, әріптесім қосылып кетейін. Жалпы енді бана ол ЕЧ4 мекемесі ғана емес, Атырау қаласы бойынша бізде мысалы мына Ақсай елді мекені бар. Ақжар 1 елді мекендері бар. Мысалы сельский округ дейміз ғой, Ақжар бар, мысалы Жаңа Талап бар, сол мысалы Алмалы жақтар бар, Береке бар, мысалы. Соларға мысалы қазір уақытта мына халық әкімдік тарапымен самострой желісі дедік қой, оны тұрғындардың өздері тарапынан. Соларға бана жоба жасақталып жатыр, бөлек. Сол жоба іске асқаннан кейін жалпы дұрыс салады. Түсінікті. Тағы сұрақ келді. Үшқара 19 көшесінде жауын жауса, жарық жиі сөнеді, оған не себеп дейді? Үшқара 19 қай ықшам аудан екені белгісіз. Нақтылаған жақсы еді негізі. Нақтылап жазып жіберсеңіз, қай ықшам аудан екені? Елшебек ықшам ауданы дейді. Елшебек ықшам ауданы? Үшқара 19 көшесінде жауын жауса, жалпы ондай мәселе бар. Қаламызда жауын жауған кезде бір айтып кете ғой. Не себепті деген бәрін сұрады. Жалпы енді тұрғынымыздың сұрағына жауап беріп кетсем, жалпы Елшебек елді мекені бізде енді жауын жапқанда банағыдай ол елді мекен бізде банағы 6 киловольтты жоғары кернеудегі 38-ші әуе электр желісі бар. Сол арқылы Елшебек елді мекені қамтамасыз етілген электр жарығымен. Енді тұрғынымыз айтып кетіп отыр, жаңбыр жапқанда, не жапқанда апат өші орын алады деп. Мен сөзім барысында айтып кеттім. Ол 38-ші ветер әуе электр желісінің бойында да 80-нен астам общий барлы кешен трансформатор станция жалғанған бір жерлерге. Оның бойында да банағыдай жеке кәсіпкерлер теңгерімдегі тұтынушылар қосылған. Сол себептен жаңбыр жапқанда енді әр тұтынушы жыл сайын ревизия жасамағаннан кейін енді су кіреді, не кіреді деген сияқты апатты өшіру орын алады. Сол кезде бүкіл мөлтек өшіп қалады. Сол бағытта бізде қалалық немен предписание нұсқаулама жұмыстарын атқарылып жатыр. Жалпы. Түсінікті. Жалпы көрерменімізге тағы бір сұрақ келді. Атырау жарық тарапынан жиі жұмыстар жасалады, күрделі жұмыстар жыл сайын жасалады деген сияқты. Мен соған түсінбеймін, жалпы нақты қандай жұмыстар жасалады деп. Негізі біз әңгімеміздің барысында айтып өттік. Тағы да бір толыққанда айтып өтсеңіз. Нені ауыстырасыздар нақты? Жалпы айтып кететін болсақ, осы жерде бір қоса айтсаңыз, әуе электр желісі мен жер асты, мысалы, жылына әуе электр қанша километр, жер асты бойынша қанша километр? Жалпы енді мен сөзім барысында айтып кеттім. Атырау жарық акционерлік қоғам теңгерімде өзіміздің әуе электр желілеріміз бар. Соған жоспарға сәйкес күрделі жөндеу жұмыстары атқарылады деп сөзім барысында айтып кеткенмін. Енді соған қоса мен айтып кететін болсам, бізде одан бөлек инвестициялық бағдарлама дейтін бағдарламамыз бар Атырау жарық акционерлік қоғамының. Жалпы енді Атырау жарық акционерлік қоғамының инвестициялық бағдарламаның жүзеге асырылуы электр энергиясының Атырау қаласы аумағын тұрақты қызмет етуі мен дамуының қажетті шарты болып табылады. Жалпы инвестициялық бағдарлама. Енді атап кететін болсақ, бізде инвестициялық бағдарламалар Вокзал ықшам ауданы дейміз. Микрорайон Привокзальныйда мысалы жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы тастан салынған кезінде енді 60-шы жылдар тастан салынған ТП-ны қайттан полный түгелдей бұзып, орнына кәдімгі строительный частьпен тоже жаңадан трансформатор пункттер салынып жатыр. Мысалы, күрделі жөндеуден бөлек. Қазір таңда жасалып жатыр. Қазір уақытта атап айтып кететін болсам, біз 5-ші ықшам ауданында 267-1 дейтін трансформатор станциямыз бар. Оны біз уже почти аяқтадық. Тұтынушыларды қостық. Одан бөлек 3-ші Привокзальныйда 264-те 3 дейтін бар, 264-те 2 дейтін трансформатор станцияларымыз бар. Осы сияқты. Оларды жұмыстар жалғасып жатыр. Сонда жұмыстар. Оны енді бізде атап айтып кететін болсақ, бізде енді бір трансформаторда қуаттылығы 400-лік трансформатор мощность тұратын болса, мысалы 400-лікті 630-лыққа күшейтіп қойып отыр, ауыстырып.
сол жердегі елді мекендермен және де жеке заңды тұлғалар бар ғой, соларды сол жеке кәсіпкерлерді сол трансформаторлық подстанцияға қосылуына ықпал жасаудамыз. Түсінікті. Жаңа Елшібектен жазған көрермен бағаналар ескі дейді, осы Елшібек ауданында соларды ауыстыру жоспарланған ба дейді. Жалпы Елшібек жалпы осыған қоса айтып кетеміз, жыл сайын бізде қанша бағана ауысады деген. Жалпы енді Елшібек елді мекені бойынша тұрғындардың қауіпсіздігі бойынша ғой. Елшібек елді мекені айтып кететін болсақ, бізде көшесін кім атып қалып отыр, Женский колония дейтін бар ғой бізде. Сол жердегі мөлтек ауданнан бізде осы көптеген шағымдар түсті. Арыз шағымдар. Осы 2022 жылы түсті. Осы бағаналар жөнінде ме? Жоқ, электр желісінің электр көзінің төмендігі жөнінде. Соны жеделеп келгенде сол Атыржақ акционерлік қоғамының теңгерімде желісі болып анықталды. Соған біздер қосымша өзіміздің тарапымыздан трансформатор қойып, сол жер жалпы бөліп жібердік. Негізі қазіргі уақытта Елшібек елді мекені бойынша жалпы арыз шағымдар жоқ негізінде. Бірақ тұтынушымыздың айтып тұрғаны ескі бағаналар деп тұр ғой. Жалпы ескі бағана дегенде біз енді кезінде ағаш апорлар ғой, астына приставкасымен салынған ағаш апорлар, соны енді ескі деп тұр. Біз енді биылғы инвестициялық бағдарламамыз бар дедік қой, соның ішінде 38-14 дейтін трансформатор станциямыз бар, 400 қуаттылығы 400 отырған. Соны бұйырса осы спискіде бар, бұйырса қуаттылығы 630-қа ауыстырамыз биыл. Бағаналарды ауыстырасыз? Бағаналарды да ауысады. Бұл жалпы сіздердің жоспарларыңызға ене ме? Көп жылдық жоспарлар, мысалы, биыл осынша бағана ауыстыруымыз керек, осылай. Жалпы енді біз биылға жалпы біз қала бойынша жаңа ағаш бағаналарды ауыстыруымыз керек қой жалпы. Жалпы енді былай қарағанда ағаш бағаналарда бізде ағаш бағананың өзі жерде тұрмайды, мысалы. Ағаш бағананың астында приставка дейді бізде. Приставка деп айтамыз, бетон опор сияқты приставка соғады. Жалпы ол ережеде ешқай жерде жалпы көрсетілмеген, негізінде ағаш бағана қондыруға болмайды дейтін. Жалпы ағаш бағаналарда мысалы приставка деп тұр қой, сол приставканың асты кейде ескіреді. Мысалы қазығы ғой, былайша айтқанда. Мысалы почва дейміз ғой, біз анатомияның дүзі болғаннан кейін сол несінің сыртында несін жеп қояды. Біз сол жеп қоятын болғанда арыз шағымдар түседі біздерге. Сол түскенде біз приставкасын кейде ауысып кетеміз. Приставка жаңадан приставка салып, бір ағаш бағаналар қала береді. Жалпы сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы жаңа қазығын ауыстырасыздар да ағаш бағаналар қалады. Енді ағаш бағаналар апатты болып есептемесе, апатты болатын болса, ағаш бағаналар сразу железобетонный опор салып кетеміз. Түсінікті. Көрерменімізде тағы да бір сұрақ келді, бірақ бұл сұраққа жауап берілді, бірақ сонда жауап берсек, апатты көшірулер мені шаршатты, не үшін бұл жиі орын алады дейді. Сіздің әңгімеңіз барса, жер асты кабельдердің жүзі болуынан. Нақты мекен-жайын айтпағанмын. Қазір біздің көрерменімізде хабарласқан көрерменіміз бар екен, жауап беріп өтсек. Саламатсыз ба, эфирдесіз? Әңгімемізді сосын жалғастырамыз. Ажырап кеткен екен. Кешірім сұраймыз. Жалпы енді жауап беріп кете берейін, бағанадан айтып кеттім ғой, әріптесім айтып кетті. Біз енді қазіргі жаңадан салынған мөлтек аудандар бар ғой, Микро Нұрсая, Микро Самал 2, Ақжар дедік, Ақсай 2 дедік. Сол микроаудандар жер асты кабельмен қамтамасыз етілген ғой, АСБ маркалы. Сол енді АСБ маркалы біз енді Атырау қаласының тұзды болуына, почвамыз агрессивный болуына байланысты сол кабельдер желістен шығып тұр. Соған байланысты қалалық әкімдік тарапымен бірлесіп, қаланың айтып кеттім, оң жақ сол жақ бөлігімен жоба жасап отыр, үлкен жоба. Сол жоба бұйырса іске асқаннан кейін осы АСБ маркалы кабельдер ширте полиэтилен кабеліне ауысады. Сол кезде апатты көшірудің орны азаяды бізде. Шешімі сол. Түсінікті. Рахмет. Құрметті көрермен, тақырыпқа сәйкес сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон номерлеріне хабарласып, немесе 800-222-9801 WhatsApp әлеуметтік желісіне өздеріңіздің жазбаша сұрақтарыңызды жолдаңыздар. Менің WhatsApp номеріне хабарласып боларыңызды сұраймын, тек қана жазбаша сұрақтарыңызды жолдасаңыздар деймін. Біздің де хабарымыз таяп қалды. Жалпы хабарымыз басына таныстырып өткенде, кейін қосылған көрермендерге жалпы жоспармен таныстырып өтсек, Жасұлан мырза, биыл қандай жарық мәселесі бойынша жоспарда тұр? Қандай жұмыстар биыл атқарасыздар? Тағы да айтып өтейін, мына жерде біздер қала әкімдік тарапынан 2020 жылы көп жерлерден шағым келді, көп жерлерден арыздар да келді. Атыржақ мекемесімен зерделегенде біздер кей жерлері қуат көзі төмен болды. Солардың зерделеп келіп, қаланың әрбір түкпірінде 50 трансформатор қондырдық 21 жылы. Енді биылғы жылы біздер жоспарда тағы да 30 трансформатор бар. Жылдың соңына дейін кеше ғана біздер Самал ауданына 2 трансформатор орнаттық. 2 трансформатор орнатқаннан кейін ол жер күштер бәрі жақсы болды. Электр желілері бәрі. Қуат көзі бәрі 220 келіп тұрды. Ол жер сұрақ проблемадан, мысалы, құтылдық деген сөз. Шешілді проблемадан.
ендігі салмақ шамы 23 көшеге бана 3 трансформатор қойғанбыз. Сонда бізде салмақ шамы біздер толықтай шешіледі деген сөз сұрағымыз. Ары қарай уже біздер кезең-кезеңмен ары қарай бана тағы да қай жерде көп мәселе туындайды? Иә, туындайды. Сол жерде бізде бана айтып өттік қой. Біздер мына жерде 630 трансформатор қойып жатырмық. Барымызша көп салып кетіп жатыр. Болашақта ойлап. Кейін бұндай мәселе туындамау үшін. Сосын мана біз әкімдік тарапынан бана қаланың оң жақ, сол жақ несеміз, микро бөлінген ғой біздер. Сонда мысалы Нұрсая бана әріптесім айтып өтті. Банаға 40 километр жер асты кабельдерін ауыстырамыз. Қазіргі заманауи бана шиті полиэтилен бана оны лотокқа саламыз біздер. Жерді қазып жатпаймыз. Лотоктың да ішінде тұрады кабельдеріміз. Сонда біздер жерді қазып бана тұзды су келмеу үшін соның бәрін қазіргі заманауи істеп жатыр. Проектті енгізіп жатыр. Оның проекттің бәрі енгізіп, биыл енді жоба аяқталса, келесі жылдары мысалы ақша бөлінсе, ол бәрі жақсы болады. Сонда біздер көп проблемадан құтыламыз деген сөз. Көп мәселенің шешімін табамыз деген сөз. Түсінікті. Әлімжан мырза, толыққанды қысқа нұсқа жоспармен таныстырып, кейін жалпы тұрғындар осы жарық мәселесі бойынша ақпаратты қайдан алу керек, немесе шағымызда қайда хабарласу керек деген сияқты қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Біз енді апатты өшіру алған уақытта, мысалы Атырау қаласы бойынша апатты өшіру орын алғанда, банаға көптеген шағымдар түседі. Бізде енді жалпы орталық диспетчерлік неміз бар, пунктіміз бар. Сода бана өзім операторымыз бар, диспетчер отырады. Өзіміздің бана телефондарымыз бар сол жерде. Көбінесе сол жерге хабарласады. Бірақ енді кей жерде ол жерде бана тұрғындардан мысалы бір апатты өшіру орын алғанда, мысалы бір көшеден көптеген тұрғындар тұрады ғой, мысалы сол уақытта бір телефон соғады, мысалы тұтынушылар. Сол кезде тұтынушылардан шағымдар түседі да біздерге. Бана Атырау жақ телефон көтермейді, үзіліп кетеді деген сияқты. Жауап бермейді деген сияқты. Ол жерден түсінушілікпен де қарау керек. Жалпы енді айтып кетейін деп тұрмын. Жалпы енді бір уақытта өшкеннен кейін енді мысалы бір желі емес, бізден 4 телефонымыз бар, сосын WhatsApp нөміріміз бар. Сондай уақыттарда банадай осыған байланысты жалпы біздер колл-центр дейтін бар. Колл-центр дейтін сондай іштен ашып, сондай енгіздік қазір уақытта. Қазір уақытта енді ондай көп шағымдар жоқ. Және де осымен телефон көтермей жауап бермеу. Кезінде осыған дейін біздерде енді орталықтандырған телефон болды. Сол телефондар енді бір уақытта соққаннан кейін жауап бере алмады. Үлгермейді, занят болып тұрады телефондар. Ал жаңа күрделі жөндеу бойынша жарық өшеді деген хабарланды. Күрделі жөндеу жарық өшеді деген бойынша енді қазір халық әкімдік тарапымен 109 байланыс орталығы ашылды, телеграм чат дейтін бар. Сол чатқа біздер күнделікті мысалы 3 күн бұрын тұтынушыларға ескерту беріп тұрамыз. Маңдай уақытқа дейін және де нақтылап көшелерін көрсетеміз. Маңдай көшелерден көшелер өшеді деп. Түсінікті. Сондай бағытта жұмыстар. Көрерменіміздің бір қойған сұрағы бар екен, соған жауап беріп бағдарламамызды түйіндесек, Теміржол энергодан Атырау жарыққа қашан ауысады екен, мен Қабанбай Батыр тұрғынымын дейді. Жалпы ондай мақсат жоспарлар бар ма? Жалпы енді ол жерде бана атап айтып кеттік, ол жерден ЭЧ4 мекемесінің теңгерімдегі әуеліктік желісі ғой, тұтынушымыздың қойып тұрған сұрағы. Жалпы енді ол сұрақ бойынша жалпы атап айтып кетейін. Қазір уақытта бана айтып кеттім, қалалық әкімдік тарапынан жоба жасалып жатыр. Сол ЭЧ4 мекемесін түгелдей жаңадан заманауи бетон опорларын қойып, сип кабельмен қосымша трансформаторларын орнатып, сол уақытта мысалы ол енді қазір уақытта атқарылып жатыр жалпы жұмысы. Енді ол жұмысты түгел аяқтағаннан кейін жалпы оны енді ЖХ бөліміне тапсырады. ЖХ бөліміне тапсырады. Қызмет оқытушы ма қазір жүріп жатқаны. Алдағы уақытта толыққанды. Алдағы уақытта бана енді проект бітеді, біткеннен кейін ол дейтін сараптама да өтеді. Сараптама өткеннен кейін уже қанша қаражат керек екен, сол кезде белгілі болады. Содан уже бюджеттің бұл жалпы алдағы уақытта жоспарға енгізілген жұмыс деп айтсақ. Жоспарда бармыз деген сөз ғой. Түсінікті. Рахмет. Бізге берілген уақыт шектеулі, уақытта таяп қалды. Студиямызға келіп, жеке пікірлеріңізді білдіріп, халыққа кеңес бергендеріңізге рахмет айтамын. Жұмыстарыңызға тек жеміс тілеймін. Құрметті көрермен, сіздердің жолдаған сұрақтарыңызға міндетті түрде эфирден кейін жауап беретін боламыз. Эфирді үзген ұстаған Ғасырбек Төлеген. Ғасыр жасайық, аман сау болыңыздар.